Біз өзіміз жаза аламыз. Жара болса өзі жазылады, ал егерде инфекция, бактерия, микроб, жұқпалы аурулар келе алса, оны біздің иммунитетіміз жойып отырады. Иммунитет деген біздің ішіміздегі, біздің ағзамызды қорғап тұрған қорғаушымыз. Яғни әскерлеріміз қандай да бір ауру келе қалды, соны үнемі өлтіріп отырады. Сондықтан да иммунитет бізде жоғары болуы маңызды. Енді иммунитетті қалай көтереміз, ол басқа тақырып. Иммундық жүйе өзін өзі емдеп отыруға арналған. Ауру бір даладан келмейді. Егерде сіздің эмоциялық күйіңіз жақсы болса, сіз ауырмай, жарқырап, жайнап жүресіз. Біздің ағзамызда секунд сайын миллиондаған клеткалар жойылып, миллиондаған клеткалар жаңарып отырады. Егерде сіздің эмоциялық күйіңіз жаман болатын болса, көп ауру клеткалар туып бастайды. Жаман гормондар түзіліп бастайды. Сондықтан да үнемі жақсы ойды ойлап жүру маңызды. Егерде сіз осылай ауырып қалсаңыз, сіз ауруларыңызды дәрігерге тапсырыңыз. Ал өзіңіз, мен күннен күнге жақсарып келе жатырмын, менің денсаулығым жақсы деп ойлап бастаңыз. Егерде сіз жаман ойды ойлап бастайтын болсаңыз, онда сіздің ағзаңыз, ауруларыңыз асқынып бастайды. Емделу процесі жүрмейді. Бақытты адамдардың ағзасына керек биохимиялық процестер жүріп бастайды, егер ойыңыз бен эмоцияңыз жақсы болатын болса. Ал егерде ойыңыз бен эмоцияңыз жаман болып, үнемі уайым, қайғы, өкініш, ашу, ыза, үнемі ауруыңызды ойлап жүретін болсаңыз, және айтып жүретін болсаңыз, онда бақытсыз адамдардың ағзасында жүретін стресс, депрессия жүріп, ағза күннен күнге жаман болып бастайды. Сондықтан да сіздің ойыңыз бен эмоцияңызға қарай құрылады ағзаңыз. Егерде эмоцияңыз жақсы болатын болса, ойыңыз жақсы болатын болса, сіздің ағзаңыз да емделіп, күннен күнге жақсы бола түседі. Егерде қазір 18 минут бойына, күнде бір жыл бойына, егерде сіз бір нәрсеге арнайтын болсаңыз, сіз бір жылдың ішінде соның маманы болып шығады екенсіз. Ал мен қазіргі таңда 2 жыл бойына таңғы 5-те тұрғаннан кешке дейін білім алуға отырдым. Психология жайында, нейробиология, гипнотерапия, салауатты өмір салтын сақтау, денсаулық туралы осы білімде отырмын. Сондықтан да осылай арасында біліммен бөлісіп тұрамын. Енді алға қарай сағаттап лекция оқитын кезімде болатын шығар.